Базар іші долдап тұр. 12-13 жасар бала мис қарын саудагердің алдындағы қуырылған құс етіне өзінің тарамыс қолдарын созып еді, анау бірден байқап жиіркенішпен итеріп жіберді. Мен құлап жатқан баланың көзінен мынаны оқыдым. Адамдар қаталсыңдар, қаталдықтан әлек зар татарсыңдар. Жалғыздықтан зарғып ашынғанда мен сендерді асылдар дебем. Сипайдау шашымнан дегем, жоқ! Тас екен жүректеріңде, шыншылдық деген жоқ екен тілектеріңде. Өздерің оны көлгірсіп жасырған менен мейірімге сараңсыңдар. Мейірімге сараңсыңдар. Түбі содан жазымда табарсыңдар. Бір жылы көз қарастарыңа зарыққанымда, соның өзі ақ бақыт қой қамыққан ұлға. Найзағайдай атқылап жанарларыңда, бір жола сөніп үмітім балаң жанымда, жыртқыштар қамап алғандай тарықпадым. Әділеттен жұрдайсыңдар, тақсырет тартпай бір тынбайсыңдар. Жала тартып сендерге жүгіндім барып, тас мүсіндеріңнен түңілдім налып. Тағдырым менің титтейді елеңдетпеді, бейжайлықтарың қорқытты керең беттегі. Мен емес, сендер екенсіңдер бүгінгі ғаріп. Адалдыққа тапшысыңдар, әрине, данышпансығанда жақсысыңдар. Өзгенің қасіреттеріне қарайсыңдар қалайша еснеп мүлде. Бәрібір екен сендердің көмтерлеріне, біреулердің көзінен жас кетпеді. Бұл күнде ұғындық бәрін. О, адамдар, сендердің зұлымдықтарың шыдатпай өртеді мені келіп. Не деген пасық едіңдер? Шуақсыз қурайды емес пе жасыл егіндер? Мейірім аңсап жүрегім қаңсырап тұрған, зұлымдықтарыңмен қамшылаптыңнан, жанымда үміт, сенімдер түгесілгенде, лақтырып тастап кеттіңдер күресін жерге. Сендерден байлық сұраман, сендерден байлық сұраман өліп кетсем де, алтындарыңды алмаспын төгіп кетсең де. Мейірімге ғана мұқтажбын білесіңдер ме? Мейірімге ғана